Арттарыңызға сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасуша мембранасындағы активті және пассивті транспорттар жайлы айтамыз. Бұл өте маңызды деп ойлаймын, себебі бұл ертеңімізде фармакологияны оқығанда түсінуге көмектеседі. Жалпы патофизиологияны, физиологияны оқығанда көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы бұл тақырып негізі молекулярный биология тиісті болып табылады. Жалпы бізде ең бірінші бастайтын болсақ, пассив транспорттан бастайық. Пассивті транспорт бізде қарапайым диффузия және жеңілдетілген диффузия деп бөлінеді. Ол яғни екеуінде де бірдей, яғни екеуінде де АТФ қолданбайды, яғни пассивті деп айтып тұр ғой, яғни АТФ жоқ. АТФ қолданбайды. Ол жоғары концентрациядан төмен концентрацияға қарай қозғалатын болып табылады, жалпы пассивті транспортта. Мысалы ретінде оттегі, СО2, цистероидті гормондар осы пассивті транспорттың именно қарапайым диффузиясына жатады екен, осы тасымалында. Енді қарайтын болсақ, олар қалай тасымалдайтын қарайық. Яғни қарапайым диффузияда оттегі мысалы прямой кіреді мембранаға. СО2 тоже прямой кіреді, прямой шығады, то есть клеткадан шығады СО2. О2 кіреді, наоборот, СО2 шығады. Мына стереотип гормондар тоже кіреді, себебі біздің фосфолипидтер бар ғой, олар майлы заттардан тұрады былайша айтқанда. Мысалы ретінде оның құрылысына кішкене тоқталып кетейік міне. Яғни оның басы, яғни полярды бөлігі атайды. Бұл полярды бөлігі фосфатты топтан тұратын болып табылады. Ал құйрығы болса, бұны бізде поляр емес. Яғни ол суды жақсы көрмейтін бөлігі болады. Яғни гидрофилді басы, гидрофобты құйрығы болады былайша айтқанда. Және бұны поляр емес, яғни майқышқылын қиналады, яғни қаныққан және қанықпаған майқышқылын. Яғни біреу майысып тұр ғой, бұл не үшін майысып тұрады біреу? Потому что біреу қанықпаған майқышқыл болып табылатын болып табылады. Одан кейін қарайтын болсақ, майлы дәрілер тоже өте алады екен. Жасуша фосфолипидті ғой, енді фосфолипид май ғой, майлы болғасын майлы дәрілерді өтетін болып табылады. Енді еще бізде осы диффузияға қатысты нәрсе бар. Диффузия жылдамдығы деген нәрсе бар. Диффузия жылдамдығы, яғни қай кезде жоғары болады, мысалы концентрация кезде мықты диффузия жылдамдығы жоғары болады, то есть концентрация градиенті артқан кезде жоғары болады. Ал концентрация градиенті төмен болған кезде ол диффузия жылдамдығы төмен болады. Яғни бетке ауданға қатысты, одан кейін концентрация градиентіне қатысты. Яғни концентрация градиенті дегеніміз оттегі сыртта неғұрлым көп болса, СО2 іште неғұрлым көп болса, например, сол кезде диффузия жылдамдығы жоғары болады. Ал бізде диффузия жылдамдығы қай кезде төмен болады, яғни концентрация градиенті қай кезде төмен болады? Мембрана қалың болған кезде, яғни қалың мембрана болса, өтіп болмайды, мысалы СО2 қалың мембрана болса, мынандай мысалы өтеп болмайды. Сол кезде жылдамдығы төменірек болады. Және молекуланың салмағына байланысты. Егер молекула ауыр болса, оны тасымалдау да қиын болады, былайша айтқанда. Тасымалдауы қиын болады. Осы бізде қарапайым диффузия болады. Қазір жеңілдетілген диффузияны айтатын боламын. Жеңілдетілген диффузияда, яғни осының айырмашылығы каналдар арқылы тасымалданатын болады молекулалар. Қазір айтатын боламыз. Бірінші достар, жалғастыратын болсақ, бізде жеңілдетілген диффузия бұл бізде қарапайым диффузияда негізгі айырмашылығы тек бұда каналдардың болуы, иондық каналдардың болады, көріп тұрсыңыздар ғой. Ал жаңағы біздегі қарапайым диффузияда бізде каналдар болған жоқ, олар прямой осы мембрана арқылы өтіп тұрды. Липофильді заттар, яғни мысалы ретінде жаңа айтқан оңай өтіп кететін оттегі, көміршіл газы, липидті дәрілер, мысалы майлы дәрілер деген сияқты, соларды айтсақ болады. Енді бізде осы пассивті транспорт ішінде жеңілдетілген диффузияның қандай каналдар бар екенін танысайық. Қандай каналдар, бұл каналдардың не маңызы бар, соны қарайық. Ең бірінші бізде аквапорин. Бұл аквапорин яғни суды тасымалдауға арналған канал, былайша айтқанда. Яғни мысал ретінде бізде натрий хлор, мысалы тұз, яғни және глюкозамыз клетка ішінде көбірек болса, клетка сыртында су көп болады ғой, соны өзіне қарай тартады, былайша айтқанда осылай. Яғни жоғары концентрациясын төмен концентрацияға жетеді. Яғни су іште аз, ал сыртта көп су, ал ояқта бізде натрий хлор төмен және салташон-26, яғни глюкоза төмен болады. Себебі ол глюкоза суды сыя алмайды өзіне. Глюкоза мен натрий себебі аз, ал мында көп. Ал су мияқта көп, мияқта аз. Мияқта көп суды натрий хлор мен салташон-26 өзіне ұстайды екен. Бұл яғни не деп аталады бізде жалпы физиологияда айтамыз, оны біз осмос деп атаймыз. Яғни осмос бұл суды ұстау
қабілеті натрий хлордың жаңа глюкозаның жалпы айтқанда. Вот бізде бұл ертең ерітінділерді өткенде натрий хлор ерітіндісінің мысалы 0,9% атаймыз, соларды өткенде маңызды болып тұрады жаңа физиологияда. Вот осы каналдың маңызы осындай. Бұл клеткалық деңгейде, болсын клеткалық деңгейде түсінсек, бізде былайша айтқанда кругозор кең болады. Енді дальше бізде ағып кететін канал деп аталады бұл канал. Әне бұл канал үзіліссіз ашық тұрады жалпы бұл канал. Бұл көбіне тыныш мембраналық потенциалда маңызды болып келеді. Себебі калий, мысалы калий сыртқа шығып отырады, сыртқа. Немесе мысалы натрий жаймендеп ішке кіріп отырады. Калий жаймендеп сыртқа шығып отырады былайша айтқанда. Вот. Осындай маңызды екен. Бұл канал ешқашанда жабылмайды, ашық тұрады екен. Енді келесіде бізде кернеумен басқарылатын канал. Бұл канал деполяризация болған кезде ашық болады, деполяризация болмаған кезде жабық болады былайша айтқанда. Ертең сіздер әрекет потенциалына өтесіз, сол кезде керек болатын болады. Бұл физиологияда маңызды тақырыптардың бірі. Ең бірінші өтетін тақырыптардың бірі ол физиологияда. Вот. Яғни натрий, мысалы, натрий хлор, кальций сыртта көп, мысалы деполяризация басталады уже. Былайша натрий ішке кіре алсайды көп деп. Бұл уже деполяризацияның басталғанын білдіреді. Натрий яғни жоғары концентрациясы төмен концентрацияға ауысу осы канал арқылы. Мына канал как есік сияқты былай жабылып қалады, керек емес кезде, мысалы жабылып қалады, керек кезде ашылады деполяризация басталған кезде. Вот. Яғни мысалы тіндер қозғалсайды, сол кезде деполяризация болады, яғни. Сол кезде натрий ішке кіре алсайды кальциймен екеуі. Вот. Осы бізде ертең деполяризацияда маңызды екен. Енді дальше бізде бұл енді химиялық канал деп аталады. Былайша айтқанда химиялық жолмен ашылатын жалпы канал. Лигандамен немесе деп айтсақ, лиганда деп атсақ болады. Мысалы ретінде ацетилхолин да. Мысалы бізде ацетилхолиннің медиаторы. Яғни сол жаңа химиялық заттың бірі. Ол ацетилхолин химиялық зат қой. Ацетилхолин мысалы рецепторына отырады, міне көріп тұрмыз ғой, рецепторына отырады да, рецепторына отырғаннан кейін мысалы натрий каналын ашып жүреді да, натрий каналын ашқаннан кейін натрий ионы натрий кіретін каналды ашып жүреді, кірді натрий ішке қарай. Мынау жауып тұрады да, мынау негізі қақпа былай жауып тұратын. Как бачок деп тұрған қақпа болады, соны былай ашып жүреді ацетилхолин. Вот так. И сосын натрий ішке кіре алсайды, натрий кіргеннен кейін нормада қақпа жауып тұрады жалпы. И ацетилхолин ашып кіргізіп жібереді. Одан кейін не істейді? Әрекет потенциалын бастап береді екен. Вот. Әрекет потенциалы басталғаннан кейін не істейді? Яғни жиырылу болады бұлшеттерде, например, да? Бұлшеттерде жиырылу болады. Вот. Натрий ішке кіреді, натрий кальций активті, кальций натрий тропонин миозин комплекс активтегеннен кейін мысалы бұлшет жиырылу болады екен. Вот. Көрдіңіздер ғой? Қандай каналдардың маңызды екен? Мына канал өзде ашылып жабылады, осы ацетилхолин арқылы болады. Көрдіңіздер ғой? Ашылады, жабылады. Но бүйтіп тұрған бұл как ашылатын, жабылатын не сияқты, қақпа сияқты болады. Енді келесі бізде механика жолымен жабылған канал деп атады жалпы. Немесе ашамыз бұны, былайша айтқанда, оған ауырсуының факторы әсер етеді. Мысалы, терімізбен жанасуы мүмкін. Вот, терімізбен жанасқан кезде, мысалы, какой-то бір фактор әсер етеді теріге. Содан кейін механикалық қысым түсуі мүмкін. Содан натрий каналы ашып жүреді да, мына канал ашылып кетеді да, натрий ішке кіре бастайды. Вот, натрий жоғары ішке қарай ене бастайды да, көбейте бастайды натрийді. Вот, іште көбейе бастайды натрий. Натрий көбейгеннен кейін ауырсыз рецепторын активтейді да біздің ағзамызда. Ауырсыз рецептор активтенгеннен кейін олар мысалы ноцицептор ма, солар активтенеді. Одан кейін орталық жүйке жүйесіне сигнал береді. Орталық жүйке жүйесіне сигнал бергеннен кейін не істейді? Ол ауырсынуға жауап тартады. Например, бізде ыстыққа тиіп кетуді алсақ болады қолдың. Яғни қол ыстыққа тиеді да тартып қалу бірден. Осыны айтсақ болады. Енді келесі бізде мына кішкентай мысал айтып кетейінші, чтобы мына канал түсінікті болсын. Химиялық канал ғой мынада. Химиялық канал түсінікті болу үшін мысал ретінде басқа медиатор алып қойып. Например, гамма медиаторын алып қойып. Гамма медиаторы әсер еткен кезде бұл жерде мысалы гамма әсер етеді ғой бұл жерге, например, да? Ацетилхолин емес та, гамма әсер етсе, мысалы гамма аминомай қышқыл бұл тежеуші медиатор болады. Гамма әсер етсе хлор дейтін ионды активте жүреді екен. Хлор ионы ішке кіре бастайды да, іште хлорды көбейте бастайды. Вот. Содан бізде ми, былайша айтқанда тынады. Бұл гамма медиатор қай кезде көп бөлінеді? Адам ұйықтаған кезде көп бөлінеді екен, например. Соны айтсақ болады. Бұл ертең сіздерге биохимия пәнін оқығанда гамма медиатор не үшін ол миды тежейді деген сияқты ертең өтесің. Например, еще глутамат деген медиатор бар, мида әсер етеді. Глутамат. Мысалы, глутамат медиатор мынаған әсер етеді ғой, мына рецепторына. Рецепторына әсер еткенде натрий деген, мысалы, натрий плюс кальций плюс активте жүретін, кальций, натрий, ол сыртта көп қой обязательно. Олар ішке кіргізеді да, осылай, ішке кіреді да, бұл жақта натрий мен кальцийдің деген артып жүретін ол.
іште клетка ішінде натрий кальций жатады, содан бізде миымыз қозғала бастайды екен, миымыз жұмыс жасай бастайды, миымызда импульстар тарала бастайды. Вот осындай каналдың маңызы бар екен. Вот көрдіңіздер ғой, бұл химиялық каналдың маңызы осындай екен. Вот медиаторларға мысалы гормондар әсер етеді кейде осы нелерге, каналға. Вот осындай маңызы бар екен. Одан кейінгі бізде бұдан айттық механикалықты, енді глюкоза каналы туралы айтайық. Бұл глюкоза каналы тоже биохимияда ең маңызды каналдардың бірі. Яғни глют каналы былайша айтқанда глюкозаны ішке кіргізіп беріп отырады. Мысалы глюттың 5 типі бар да, ертең биохимияда өтесіздер, биохимияны ашып отқанда екінші курста глют 1, глют 2, глют 3, глют 4, глют 5. Мысалы миға глюкоза керек, бұлшықеттерге глюкоза керек, май жасушаларына, бауырға, каждый органдарға глюкоза энергия керек, глюкозадан энергия жасалады былайша айтқанда. Вот сол глюкозаларды кіргізіп беретін канал бізде глют деп аталады. Клеткаларға кіргізіп беретін канал бізде глют деп аталады. Осы глют каналының именно ішінде глют 4-ші типі бар. Глют 4-ке именно инсулин керек екен. Если инсулин болмаса, бұл канал былайша айтқанда жабылып қалады екен. Яғни глюкоза ішке кіре алмаған. Именно глют 4-те мысалы бұлшықет пен май жасушаларына, адипоциттерге глюкоза керек кезде кіре алмай қалады. Содан не істейді адамдар? Қанты диабет дамиды екен. Вот. Яғни ағзада мысалы қант диабет қалай дамиды? Например, қанда көп глюкоза бар, бірақ клеткалар ол кіре алмайды былайша. Бұлшықетпен именно май клеткаларына адипоциттер кіре алмайды екен. Вот. Соны ми ойлайды, мен ағзама мысалы глюкоза жетіспей жатыр деп ойлайды қанда. Оның орнына адам не үшін арықтап кетеді? Мысалы қант диабетін ауыратын мысалы арықтап кететін адамдар бар ғой, солардың не үшін арықтайды? Себебі қанда глюкоза көп болады. Ми ойлайды, менде глюкоза жетіспей жатыр дейді да, клеткаларға и май клеткаларына тарта бастайды екен. Содан бізде адам арықтап кетеді. И адамда шөлдеу сондай сезімдер болады былайша айтқанда, глюкозурия деген сияқты. Бұл енді басқа тақырып. Бұл сіздерге қысқаша ақпарат деп бөлісіп жатырмын. Ертең бұл керек болады сіздерге қант диабетін өткенде. Осы глют каналының өте маңызы бар екен. Яғни ол глют канал қандай неге жатады екен? Жеңілдетілген диффузияның каналына жатады екен, былайша айтқанда пассивті транспорттың. Вот. Келесі тақырып енді бізде активті транспортқа тоқталатын боламыз. Енді бізде пассивті транспорт аяқталды. Жалпы осы пассивті транспорт түсінікті деген ойдан кеттік. Активті транспортты қарайық. Достар, дальше бізде активті транспорт. Активті транспорт дегеніміз бұл не? Жалпы активті транспорт бұл АТФ қолдану арқылы жүретін транспорттың түрі. Ал пассивтіді біз айттық, АТФ қолданбайтын еді, иә? Ол жерде АТФ қолданбайтын еді. Просто каналдар, иондар бәрі кіріп шығатын еді. Олар иондар үшін маңызды еді. Төмен концентрациядан жоғары концентрацияға қарай жүреді бұл. Ал бізде пассивті транспортта жоғарыдан төмен қарай жүреді. Көрдіңіздер ме? Бұл да төменнен жоғары қарай. Яғни ағысқа қарсы бағытта жүреді деген сияқты. Ал анау пассивті ағыспен бірге жүреді деген сияқты. Вот көрдіңіздер ме? Әдетте бұл АТФ ағыс болады, сондықтан бұл жерде АТФ фаза ферменті қолданады екен. Сол ненің АТФ ағыс болғандықтан АТФ-ті, яғни ол АТФ-ті АТФ фаза ферменті АДФ плюс фосфор отырады. Вот бізде осы фосфор энергия болып тұрады жалпы айтып болсаңыздар. Енді қандай түрлері бар? Активті транспорт. Бізде активті транспорттың достар екі типі бар. Екі түрі бар, то есть бірінші түрі ол біріншілік, екіншілік деп аталады. Бірінші біз біріншілікке тоқтайық. Біріншілікте бізде қарайтын болсаңыздар, натрий калий АТФ фаза, кальций АТФ фаза, және де протондық помпа, яғни H плюс калий АТФ фаза. Енді бірінші біз натрий калий АТФ фазадан болсақ, бұның маңызы негізінен бізде достар иондық балансты сақтау болып тұрады. Мысалы, клеткаға айттық қой, натрий кіріп, калий шығып отырады. Бұл енді физиологияда тақырып бар ғой, әрекет болса, сол кезде маңызды болып болады. Ол жерде екі калий байланысады, және үш натрий іштен байланысады. Яғни бізде жасушаның сыртында натрий көп, калий аз. Жасушаның ішінде калий көп, натрий аз. Көрдіңіздер ме? Осы жақтағы аз натрий сыртқа шығады, үш натрий болып. Мысалы, үш натрий байланысады осылай, үш натрий сыртқа шығады. Яқтан екі калий, енді аз калий ғой бұяқта. Екі калий байланысады да ішке қарай келеді. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл байланысты сақтау, яғни тыныш мембраналық потенциалды сақтауға керек екен. Көрдіңіздер ме достар? Бұның маңызы осыда. Егер бұл канал, то есть осы натрий калий АТФ фаза насосы жетіспесе, егерде, яғни бұл дисбаланс қалып келеді екен иондарының. Мысалы ретінде, мысалы, бізде осы клеткада алайық, клетканы көрдіңіздер, осы клетка мысалы бізде іште негізінен калий көп болу керек, ал сырттан натрий көп болады негізінен былай айтқанда. Осы натрий аз калий ішке кіріп отырады еді ғой, мына протондық несі
Осы егер дұрыс жұмыс жасамай қалса, бізде достар, мысалы гипоксия кезінде бұл дұрыс жұмыс жасай қалады, энергия жетіспей қалады. Мысалы гипоксия кезінде ағза энергия түспейді, оттегі түспейді, оттегі энергия жасап жатса да ғой, оттегі түспегеннен энергия жасалмайды да, атайы жетіспегеннен кейін ол дұрыс жұмыс жасамай қалады да, ішке наоборот натрий көп кіре бастайды. Натрий көп кіре бастайды да, өзімен бірге натрий не істейді, суды қосып алып кіреді. Бұл су көп кіру нәтижесінде көп натрий кіре береді, натрий өзімен бірге хлор түседі. Натрий хлор, яғни тұз өзіне суды біріктіреді. То есть су біріктіргеннен кейін жасушаның ішін суға толтырады да, жасушаны ісіндіреді да, жасуша ісінгеннен жарылып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Осы дұрыс жұмыс жасамаса, немесе болса помпа жетіспесе, яғни бұл насос жетіспесе, то есть натрий калий атофаза насос жетіспесе, клеткамыз жарылып кетеді екен, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ғой достар? Егер инсулин жоғары болса, және Т3-Т4 гормондары жоғары болса, натрий калий атофаза деңгейі, былайша айтқанда, натрий калий атофаза жақсы жұмыс жасайды екен, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ғой достар? Жоғары белсенділікке ие болады екен. Егер инсулин жоғары болса, және Т3-Т4 гормондар жоғары болса, мысалы ретінде инсулин мысалы байланысады, мысалы өзінің рецепторына, рецепторына байланысуы мүмкін осы мембранадағы. Рецепторға байланысқаннан кейін фосфорлануды жүзеге асырады екен осы мембранада. И фосфорлануды жүзеге асырса, энергия көбірек түседі екен. Көрдіңіздер ғой достар? Одан кейін дигоксин деген препарат бар. Осы дигоксин деген препараттың ерекшелігі осы натрий калий атофазасын тежейді екен. Яғни жүрек жеткізгісінде қолданады бұл препарат. Жүрек жеткізгеннен өткен кезде көресіздер осы натрий калий атофазаны не үшін тежейтін дигоксин арқылы. Дигоксин натрий калий атофазаны тежеу арқылы жүрек жеткізгісінен сақтайды екен, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ғой? Енді достар, кальций атофаза бұның негізгі қызметі тоже андай саркоплазма ретикулум, сыртта жасушаның ішінде көп кальций болады да, сол кальций, то есть көп кальций болғанда жасушаның ішінде саркоплазма ретикулум болады. Осы саркоплазма ретикулумның ішінде бізде немесе саркоплазмалық тор, соның ішінде бізде кальций көп жинақталады. Сол кальций жинақталады, и бізде еще бұның маңызы бұлшықет босанысында екен осы кальций атофазаның. Яғни жасуша ішінде кальций азырақ болады, аз кальцийді осы саркоплазма ретикулумның ішіне жинап береді екен, былайша айтқанда. Немесе айтады, кальцийді немесе жасушаны шарп тастайды, мүлдем шарп тастайды. Көп кальций, іштегі кальций, артық кальций болса шарп тастай береді. Көрдіңіздер? Аз кальцийді шарп тастайды. Көрдіңіздер достар? Егер симпатикалық жүйке жүйесі артса, содан норадреналин мен адреналин бөлігі көп болады да, протеин-киназа А-ны белсендіреді екен. Протеин-киназа А белсендірсе, осы, то есть каналда жазып қойыппын, яғни осы кальций атофаза протондық жалпы насос, кальций атофаза насосын белсендіреді екен, белсендірін арттырады екен. Көрдіңіздер достар? Яғни көп кальций осы саркоплазма ретикулумның ішіне жинала береді екен. Көрдіңіздер, артықтың сыртында жасуша ішінде саркоплазма ретикулумның сыртында кальцийлер жүр, сол кальцийлерді өзіне жиналады екен, осы не арқылы. Жаңағы кальций атофаза арқылы. Көрдіңіздер осы не арқылы? Кальций атофаза арқылы. Яғни наоборот кейде шарттайды. Жасушаның сыртына қарай кальций шарптайды. Көрдіңіздер ғой? Түсінікті деп ойлаймын енді. Келесі бізде H+ калий атофаза немесе протондық помпа деп атаймыз. Бір протондық помпаның маңызы асқазанда негізгі маңызы болып келеді. Бұл яғни аз сутекті сыртқа шарптайды, протондарды сыртқа шарптайды, яғни калийді ішке қарай кіргізеді. Асқазанның люмені, протонды асқазанның люменіне қарай шарптайды. Осы асқазанның люменінде, жалпы асқазан люменінде тұз қышқылы жасалады екен. Осы H+ке мысалы хлор қосылу арқылы біздер ашқыларды тұз қышқылы осылай түседі екен. Осы протондық помпаның маңызы осы тұз қышқылының түзілуінде маңызы зор екен. Көрдіңіздер достар? Протондық помпаны біз дәрілер арқылы тежей алады екен. Егер осы протондық помпаның жұмысы шектен тыс артып кететін болса, сутек көп шығып, H-хлор түзіле береді, H-хлор деңгейі артып кетеді да, бізде гастрит деген ауру болып келеді екен. Немесе сосын олар асқынса язва алып келуі мүмкін, яғни асқазанның ойы жарасын алып келуі мүмкін да. Сондықтан бұны біз тежеу арқылы асқазанның ойы жарасына және гастриттен сақтануға алады екен. Изжога болады, кейде изжога болған кезде осыны береді екен. Омепразол деген препарат бар ғой. Оны біз протондық помпаның ингибитор деп атаймыз. Көрдіңіздер достар? Осыны беру арқылы біз протондық помпаны тежейміз, және содан тұз қышқылының синтезі
баяулайды да, бізде асқазанның қабырғасына зиян келмейді, былайша айтқанда. Достар, көрдіңіздер ғой? Сондай маңызы бар екен бұлардың. Сондықтан біз оны барлығымыз білуіміз керек деген ойдамын. Әр медициналық білу керек екен. Осындай молекулярный биологияның маңызы осыда екен. Активті, пассивті деп өтеміз ғой, соларды біз дұрыстап оқысақ, осылай түсінсек болады. Бұл негізі қызық сабақ деп ойлаймын. Өзім жалпы. Енді келесі біздер екіншілік транспортқа тоқталамыз, достар. Достар, дальше жалғастыратын болсақ, бізде екіншілік транспорттар. Екіншілік транспорттар бізде АТФ-тің жанама қолдануы болады бұл жерде. АТФ-тің жанама қолдануы дегенді былай түсіндірсек болады. Мысалы, біз біріншілік транспортта бір молекулаға бір АТФ қолданықта. Ал бұл екіншілік транспортта бізде екі молекулаға бір АТФ қолданады екен. Яғни жарты-жарты АТФ-тен қолданады бір молекулаға. Көрдіңіздер ме, достар? Сондай екен. Солай түсінсек болады осы екіншілік транспорт. Одан кейін бізде мысалы антипортқа тоқталып кетейік. Ең бірінші антипорт бізде екі молекула, енді бұның түрлері бар, то есть екіншілік транспорт, антипорт және симпорт деген түрі бар. Мысалы антипортта екі молекула бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалады. Яғни бір молекула былай қозғалады, бір молекула наоборот жас жағына шығады, бір молекула жас жағына кіреді, бір молекула жас жағына шығады деген. Көрдіңіздер достар. Одан кейін қарайтын болсақ, міне осы мысал ретінде антипорт мысалы, мына натрий глюкоза каналы. Осы жерден глюкоза жас жағының ішінде көп та, натрий сыртта көп. Ал глюкоза аз сыртында, натрий іште аз. Сондықтан глюкоза, көп глюкоза сыртқа қарай шығады. Аз, мысалы, жазып қойдым. Мысалы, X молекула төмен концентрациядан жоғары концентрацияға салады. Y молекула осы антипортқа қатысты бұл. YX молекула дейміз. X молекула төмен концентрациядан жоғары концентрацияға, көрдіңіздер осы міне. Төмен концентрациядан жоғарыға тасаланады. Көрдіңіздер, глюкозамыз көрдіңіздер достар. Ал мына жерде жаңағы натрийіміз төмен жоғары концентрациядан төмен концентрацияға шығады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы деген сөз, достар, көрдіңіздер достар. Y молекула жоғары концентрация төмен, жоғарыдан төмен концентрацияға. Ал X молекуласы төмен концентрациядан жоғары концентрацияға деген сөз. Достар. Глюкоза неқта көп, неқта аз. Натрий көп, неқта натрий аз. Натрий көп жақтан аз жаққа кетіп жатыр. Глюкоза аз жақтан көп жаққа кетіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Неқта көп жақтан аз жақ, аз жақтан көп жақ. Бұны біз антипорт деп атаймыз. Енді келесі бізде достар симпортқа тоқталып кетейік. Симпорт дегеніміз екі молекула бір бағытта қозғалады екен, достар. Екі молекула бір бағытта қозғалады екен. Достар. Мысалы, міне натрий калий хлорид симпорты деп атайды осыны. Мысалы, үшеуі де мысалы, үш молекула да, үшеуі де бір бағытта қозғалады. Мына екі молекуланы алады, екі молекула да бір бағытта қозғалып тұр. Бұл канал жалпы маңызы, бұл симпорттың маңызы. Бұл осы натрий калий хлоридың симпортының маңызы бүйректегі геннің ілмегінде маңызы зор екен. Көрдіңдер ме? Яғни суды былайша айтқанда, бұлар өзіне тартуға артық, мысалы су дәретке көп су кетпес үшін қанға қайтып суды тартып алады, чтобы давлениені балансты сақтап отыру үшін, достар. Мысалы ретінде бұны тежейтін бір зат дәрілер бар, оны диуретиктер деп атайды. Мысалы фуросемид деп атайды. Фуросемид енді зәрді көп айдауға әсер етеді. Суды тонналап осы натрий хлор калий нені тежейді осы каналда. И су тонналап шыға береді. Тежеліп қалады, су тонналап шыға береді. Яғни су қайтадан қанға сіңірмейді да, яғни реабсорбция жүрмейді, реабсорбцияланбайды. Бүйректегі бүйректің нефрондағы ген ілмегінде реабсорбцияланбайды да, көп су шығарыла салады сыртқа қарай. Мысалы, оны қай кезде қолданамыз, достар? Жүрек, бауыр жетіспеушілігі кезінде өкпе ісініп кетеді, мысалы да, и бауырда мысалы асцит болады, яғни іш ісінеді осындай асцит кезінде. Сол кезде артық су жиналады, сол артық суды, достар, ағзадан шығарып салу үшін осы диуретиктерді қолданады екен, және фуросемид. Осы симпорт маңызы, осы фармакологияда маңызы екен, көрдіңіздер достар. Фуросемидті дәріден білу арқылы симпорт түсіне аламыз, достар. Басқа айтатын заттар қалмады деп ойлаймын, потому что мен бәрін айтып шықтым. Актив транспорттан, пассив транспорттан түрлерін барлығына тоқталып шықтым. Енді унипорт деген түр бар, ол унипорт негізі осы неге жатпайды. Актив транспорт. Бана глют туралы айттым ғой, пассив транспортта соны айтамыз. Енді бір бағытта болады, бір молекула бір бағытта болады. Ол жерде бізге бір ғана молекула, достар. Жалпы тақырып түсінікті деген ойдамын, достар. Если тақырып ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Және комментарийға пікір қалдырсаңыздар болады. Егер сұрақтарыңыз болса, өзі комментарийға қалдырыңыздар. Және жекеге WhatsApp-қа шықсаңыздар болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет, достар. Рахмет бәріңізге.